Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Баланың іші өтсе не істеуге болады? Ең алдымен менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Іш өту, яғни баланың іші өтсе жедел түрде емдеуді талап етеді. Қай жаста болса да оның емін бастау керек. Жиі дәретке отыру ағзаның сусыздануына әкеледі. Салдарынан науқас әлсіреп қалжырайды. Бүгінгі таңда балалар арасында жиі кездесіп жүрген іш өтуге түрлі аурулар себеп болуда. Алайда бірден басталған жайсыздыққа ең алдымен күні бұрын ішіп жеген тамағын еске түсіретініміз бар. Алайда іш өтуге вирус немесе бактерия себеп болуы да мүмкін. Одан бөлек ішек жұмысының бұзылысы немесе ас қорыту жолдарының қабынуы ішті өткізеді. Сонымен қатар балапаныңызда мынандай жайсыздықты байқасаңыз, яғни ішінің айналасы шыдатпай ауыртса, 24 сағаттың ішінде 6-7 рет дәретке отырса, жүрегі айнып құсса, соңғы 6-7 сағаттың ішінде несеп түсінің қоңырланса, нәжіске қан араласса, дене қызуы көтерілсе, тілі құрғап тісі өзгере бастаса, онда өз білгенімізше ем жасауға асықпайық. Міндетті түрде педиатр дәрігер кеңесін алғаныңыз жөн. Ал егер асқазанға жақпайтын тағамды жегеннен, яғни бұзылған азықты жегеннен іші өтіп бастаса, онда үй жағдайында мына тұнбаны әзірлеп беріңіз. Емшектегі баланың іші өтсе, ана үшін де, бала үшін де өте қауіпті. Емді екеуі бірдей алу керек. Өйткені сүт арқылы анадан балаға баратыны анық. Емшектегі балаға дәрі ішкізуді асықпайық. Ең тиімді емделу әдісін қолданып көрелік. Үй жағдайында дайындалған ревидрон. Іші судай өтіп жатқан балаға міндетті түрде жедел жәрдем немесе педиатр дәрігер шақыртамыз. Ал ол келгенше қарап отыруға да болмайды. Амалдап ішін тоқтату керек. Егер дәрі қобдишаңызда дәріханалық ревидрон болмаса, абыржуға негіз жоқ. Өзіңіз ас үйдегі заттармен әзірлеп алғаныңыз жөн. Ол үшін 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық шекер мен 1 шай қасық тұз араластырып, әбден шайқау керек. Әр 10 минут сайын 2 тамшыдан ішкізіңіз. Сондай-ақ күріш қайнатпасы да жақсы көмектеседі. Ол үшін 1 стакан суды шағын ыдысқа құясыз. Оған 1 ас қасық күріш қосып отқа қойыңыз. Bir қайнап шыққан соң отын бәсеңдетесіз. Шамамен 45-50 минутта қайнаған соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, әр 2 сағат сайын балаға ішкізіп отыру керек. Мөлшері: жасына толмағандарға 2-3 жұтым, ал 2 жастан асқандарға 50 мг ішкізу керек. Күріш қайнатпасы бактерияның әсерінен болған іш өтуге ем болады. Ішектің жұмысын жақсартады. Сондай-ақ асқазанның қабынуын қоса емдейді. Менің берген бүгін ақпаратым пайдаңызға жарады деген үміттемін. Назарыңызға рахмет.